Assalamualaikum. Men көрермендерім. Бүгін 30 шілде. Астананың орталығымен жүрмін. Бүгін Құда бұйырса Артем деген Астанада базарда көрсем ба деп жатырмын. Құда бұйырса. Мынау енді бер жағында базар бар. Саламатсыздар ма? Артем мынау ма? Или ар жағында ма? Осы, я? Мына алдымызда екен. Мынау деп па? Кеттік. Құда бұйырса қазір көреміз. Мына жақтардың бәріне бәрі бар. Қандай күшті. Жүргінші жол. Және жүргіншілер. Артем дейді. Артем дегенді айтып жатыр ғой енді. Бірақ бір қиыны орысша сөйлеткен көбісі. Орысша сөйлеген онша жақсы емес. Қазақша сөйлемеміз керек. Мороженое хотите? Жоқ. Келген басықпай көрейік. Қалай борал болады екен. Моншыға арналған нелер бар. Махорка шегетін адамдарда бар екен ғой қазір әлде. Махорка дейді, махорка. Орыс апаларда отырған. Балдар бар. Бал бар. Ірімшік, құрт. Қандай жақсы. Күшті екен негізі. Артем деген базар. Бұл базар дегенмен де бұл жабық павильон ғой. Павильон ішінде сонда бәрі бар. Қандай жақсы. Рахат екен негізі. Әйбет жасап қойған. Қандай жақсы, ыңғайлы жағдайлардың бәрін жасап қойған. Костюмсын. Терминалдар, банкоматтар. Өзіміздің Қазақстанымызды аралап алайықшы, бірінші шет елге шықпай тұрып. Мынау эскалат, мынау түсетін, мынау жоғары көтерілетінінде. Жоғары көтерілетінінде барайық. Жоғары көтерілейік. Мына қазақтың ұлттық қол өнімдері бар. Жақсы. Екінші этаж дегенін қалай еді? Екінші этажға көтерілдік. Қабатқа көтерілдік. Бәр бутиктар нешен. Бұндай жақсы. Бәрі келді. Рақа. Аяқ киімдер. Әйелдердің де аяқ киімдері. Ер адамдардың да аяқ киімдері. Кәдімгідей кең екен емес. Кәдімгідей үлкен. Іші деген кең екен. Мынау екінші қабатта тек қана әйелдердің, аяқ киімдердің ғана қатар ғой. Қабаты қойды, мынау әлім екен. Сөмкелер әлі қаншама.
рахат екен негізі. Спорттық жарақтары анеки. Спорттық жарақтары бар. Бастан аяқ. Мына жерден негізі бір бутик алып қоюға болады екен. Қандай жақсы. Айттым ғой, қазір Астана кәдімгідей үлкен қала. Жері кең. Енді қыста суық деген болмаса, енді қыста енді көп жақтар, солтүстіктің көп жағы осында суық қой, мысалы қыста. Былай тұрғанға өте қолайлы, жақсы жер. Астананың шет жақтарында да мысалға нелер бар. Мұнда қазақша күреске арналған кимоно бар екен. Қандай жақсы. Кимоно. Оны кимононы емес, қазақша атаумен атағанда жақсы болатын еді негізінде. Жақсы екен. Так, мынау қатарлар, мұнда аяқ киім, сөмкелер. Қазір мынау екінші қабатты көрдік. Енді басқа қабаттар бар ма екен, соны көрсек. Қазір көреміз. Үшінші қабат бар екен, қазір үшінші қабатты көреміз. Қалай болады екен. Құдай бұйырса. Жалпы өте жақсы. Құдайға шүкір, өзіміздің еліміз, жеріміздің қалалары ғой, қандай жақсы рахат. Соны енді. Еще төртінші қабатына дейін бар. Төртінші қабатына дейін бар екен. Мына қазір біз үшінші қабатқа келдік. Үшінші қабатты аралайық, көрейік. Қандай кең, қандай күшті. Біздің барахолка сияқты ма сөйтсе? Біздің болғанда енді Алматының барахолкасы. Өзімді алматылық сияқты сезініп отырғанда сөйтсе. Хотя мен мысалы өзім Алматының өзінен емес, Алматының облысынан, бұрынғы Алматы облысы, қазіргі Жетісу облысы. Мынау қандай күшті нелер. Олимпикалар. Адидас деген кезімізде хит еді. Жарық. Не деген қызық. Қазір сұрап біле салайықшы. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Мына Адидас деген нелеріңізді қарап кетіп өтіп бара жатып көзіме түсіп кетті да. Ар жағында тұр. Мына Адидас деген олимпикаларыңыз қаншадан? Сол ұстаны. 15 мыңнан, не? Дұрыс қой. Төбесінде қандай тұр. Рахат. Күштігі. Бутиктар. Так, үстінің ғана өзі 15 мыңнан. Аяқ киімдеріңіз, кроссовкаларыңыз. Қаншадан жоғары бұл сонда негізі? Оларда, я? Енді ол анапла емес, Бұлғардан сияқты ғой, я? Шамалы. Менің байқауымша. Өзім үшін. Өзіме керек. Қорқпаңыз, түріңізді көрсетпейін. Айып етпеңіз, енді сіздікі екенін білмесе болды ғой негізі. Да, осындай жағдай. Айып етпеңіздер.
Енді ғана наоборот жақсы екен, бәрі айбет екен. Клиенттеріңіз келетін болсын деп айтайын десем, қарындасымыз кішкене тік тұрды ғой. Қандай үлкен жана соны не айтайын деп келе жатырмын. Алматылықпын деп қоямын өзімше, біздің барахолка деп. Біздің барахолка деген сияқты үлкен екен, кең екен, қысқасын айтқанда. Кең екен, рахат екен. Мынау еще 1, 2, 3, 4. Қазір біз 3-ші қабаттамыз мысалға. 4-ші қабатқа қазір шығып көрсек пе деп тұрмын. Қандай жас. Машалла. Алла разы болсын, өстіп Қазақстанымыз жақсы дамып, өсіп, өркендей беруін тілеймін. Иншалла, Құдай берсе, ылғи да намазда өстіп дуа қыламыз ғой, ылғи да. Қазақстанымыз дами берсін, өсе берсін. Киім-кешектердің бәрі бар. Қандай киім-кешектерді қаласаң да. Әйелдер киімдері де бар. Жетеді екен киім-кешектер. Рахат. Балалар жүз балалар. Сөмкелер бар, сөмкелер неше түрлі сөмке. Мұның бәрін арлағанға кәдімгі уақыт керек сияқты ғой. Бір күн уақыт бөліп арлау керек сияқты. Сондықтан қазір тек қана жаяу өтіп шығайық. Сонымен Құдай бұйырса тағы да асықпай келеміз деп ойлаймын. Құдай бұйырса. Мына күшті киім-кешектер. Сосын бәрін мысалға кіріп арлауға да болатын еді негізінде. Сондықтан міне мысалға қандай жерлер. Құдайға шүкір, жақсы. Ең заман жеріміз. Міне қараңыздар. Сән қандай күшті. Мынау негізі зергерлік бұйымға көзім түсіп кетті де. Қандай күшті екен деп әйелдердің бұйымдарына көз түсіп кеткен ба? Жоқ, мұның арасында астында сақиналар тұр. Сақиналар неше түрлі әдемі. Құдай бұйырса осында бір келу керек екен. Келгенде жаңағыдай нелер алуға. Зергерлік бұйымдар алуға. Қандай күшті. Машалла. Құдай бұйырса бір күні келемін. Қандай ja? Бір қатардың барлығы толығымен зергерлік бұйым. Рахат екен. Біздің ауылдың тәтелері ғой. Ауылдың нелеріне ұқсайды екен. Ауылда тәтелерімізге ұқсайтын адамдар бар екен. Адамға адам ұқсай береді деген сол. Адамға адам ұқсай береді. Ойбай, мен адасайын дедім ғой что-то. Что-то адасайын деп тұрмын. Шығатын жер қай жақ, мына жердің деп тұрмын ба? Шығатын жер қай жақ, білмеймін. Болса, адасайын дедім, адасайын. Адасайын дедім, адасайын. Салыстырып көру керек қазір қай жерге қалай. Төртінші
қабатқа қалай көтерілеміз. Мен мынау қандай жақсы рахат жер. Шетелде жүрген сияқты. Міне кеп қалған сияқты. Құдай бұйырса кеп қалдық қазір. 3-4 этажға шығамыз. Размер не знаешь? Міне 4 этажға былай шығып көріп қазір. А, ты рис написала? Эскалатормен шығып. Бір рет өйстіп эскалаторға қарай барайық деп кетіп бара жатсам, Алматыда ғой суының ішінде. Эскалаторға бара жатсам, бір жастар бір-бірімен өздерінше сөйлесіп бара жатыр да. Сөйтсе анау біреусі екіншісіне айтады, қыз балалар ғой деймін. Жүр мына эскалатор жаққа қарай барайық дейді да. Ох, те шунан қараңыз, мынау тағы да этаж бар екен. Қанша этажды ма? Кәдімгідей этаждар барса. Күшті жүр екен. Рахат. Бас киімдер. Мынаның бәрінің негізінде ойбай, мына жерде әйел адамдар іш киімдерін сатып отыр ғой. Әйел адамдардың іш киімдерін көрсетіп қойған ба? Мұнда тек әдемі қыздар жүреді ғой тек. Жақсы екен. Қазір көреміз. Қысқасын айтқанда, мына жаққа асықпай келіп кәдімгідей жүріп, отбасыңа толық киім алуға болатын жер екен ғой. Бірақ та, мынау енді Астананың барахолкасы сияқты болса, Астана деп ғой, Алматының барахолкасы сияқты болса, мысалы Астананың Алматыда мысалға Алтын Орда сияқты жері бар ма екен деп па? Алтын Орда сияқты жері болса, тегі күшті ғой. Бұл жақта негізінде киім-кешектерді түсінген немене тағандай азық-түліктерді қымбаттау деп естіген. Қымбаттау. Енді бірақ та әр жерде әрқалай ғой. Мысалы, Талдықорғанда да қымбаттау мысалға. Талдықорғанда да мысалы Алматыға қарағанда кішкене қымбаттау. Киім-кешек барлық этаждарында, қабаттарында мысалға киім-кешектер бар екен. Жарайды, ең бастысы өттік, қарадық, көрдік. Сол Құдай бұйырса бір кейін тағы да келе береміз. Ең бастысы бұл жерге бір рет келіп көргеніміз қызық болды. Артем. Айтпақшы, бұл жердің Артем деп айтылатын себебі. Артем деп айтылатын себебі, мен соны сұрағам. Бәрі Артем дейді негізі. Енді Артем демей қазақтың бір арман, асыл деген сияқты бір қазақша атын неғып қоймады екен деп сұрадым да мен мына жердегі таксистерден, такси жүргізушілерін. Сөйтсе бұл Артемнің иесі армян екен дейді. Армян ұлты болғаннан кейін соның атымен қол қойыпты дейді да, Артем деп. Ол бір қызық екен өзінде. Артем дегенде өзіміздің қазақ бауырларымыз не алып дейді.
Кыскасы энди өзүмүзгө ушундай нени окупту тагы да бир кабаты бар экен. Мәссаған кетипиз. Азыр биз тагы бир кабат 4-чү кабат бу. Бул 4-чү кабаты. Сен бул жактагы кийимдер экен. Йо-май. Мына кийимдер өзү сурак туурайт да, мына кийимдер өзү өтөймү жалпы? Өтпөйм өзү. Адам деген жетет деп ол бутик деген көп та, адам деген көп эмес да, сол жагы кызык. Мен бир жагынан мынандай саң деппиз. Мынаны караңдар, мынандай нерсе де бар экен. Ал керекпиз. Йо-мо. Кудай сактасын. Неше түрлүү сымдыктар бар экен, ал. Өлкөндөргө, эресектерге арналган бөлмеде бар экен го мына жакта. Базар. Әлі мекен. Да. Мынау енді жаңағы нелердің, бутиктардың арттары. Бұл жаңағы мен айтқандай киім көретін заттар екен. Қазақстанның не қазақша нелер бас киімдер. Қолөнерге арналған бұйымдар. Мынандай нәрсе бар екен. Асын қойып. Қыстық киімдер де бар екен. Қыстық киімдер де сатылып жатыр. Қысқасын айтқанда мына жерде бәрі бар екен. Бірақ бір айтайын дегенім кішкене қорқыныштылау екен негізінде. Қалайша дегенде мысалға бұл жаңағындай енді Құдай сақтасын, ондайдан бірақ жер сілкінісі деген сияқты, мысалға чипы деген сияқты, мысалға жаңағында от, өрт, сондай жағдай болып қалуы мүмкін демей қойып, бірақ сондай болса, сондай болатын болса, Алла сақтасын. Негізі қиын екен. Мынау этаж болып тұр? 6-шы этаж екен. 6-шы қабат екен. Мына жақтарда неше түрлілер бар екен. Ол жақтарда. Енді 6-шы қабатта. Негізі 6-шы қабатпен біткен тоқтаған сияқты, 6 қабатты сияқты. Сонда мұны жиһаздар бар екен. Жиһаз. Неше түрлі жиһаздар несі бар екен, Жақсы. Андай күшті. Жиһаздарды сұрастырып біліп жерсек. Салмастырым. Осы жақтарда жиһаз сатмай айналысыздар ма? Жоқ, әшейін Көрініп тұр. Әшейін жатырымыз деп қойсаңызшы. Соны мен білдім, мен сататын шығар деп. Ана жиһаздарын білейін деп едім, негізі Қазақстанның нелері ме? Шығарат жерлері ме? көбі Қазақстан. Бәрі Қазақстандық қой, сөзімізді шығарат. Телефонды бір түрі ұстап тұрған сияқты. Өйткені өзім үшін түсіріп жүрмін да. Өзіміздің көрдің ба, камера түсіріп өзіміздің отандық өнім. Сіздерден рұқсатсыз енді сіздерді түсірмей қойын, енді тағы да рент. Саламатсыз ба? 112 ма депсің? Не айтыңызшы, сразу сұрақ қойыңызшы ағай, не сделать? Соны мысалға мен негізі блогермін десене. Жоқ, былай жалпы өзімізде де не бар? Жаңағыда станокпен айналысамыз, мебель жиһаздар шығаратын. Жоқ, мен сіздерге қазір предлагать етейін деп тұрған жоқпын, тыңдауыңыз. Қазір уақытыңызды алғаныма да кешірім сұраймын, если что. Көп уақыт етпеймін. Сүрмеймін де, ештеңе нетпеймін де. Тек сол білсем дегенім ғой, мынау. Қазақстанның өзінің жиһаздары ма деген сияқты. Қазақстанның өзіміздің түсінген өздеріңіздің жаңағындай станок нелеріңізбен шығаратын да. Жақсы, уайлар. Қуаныштымын. Мақұл, жақсы. Болды. Жақсы.
Қазір сондай заманда адамдар 5 секунд жөндеп сөйлесе алмайды. Нені етпейді, білмеймін айтыр. Барлығы, как говорится, на нервах дейді ғой, на нервах. Енді білмеймін, кімнің несі қандай екен. Неше түрлі болады да. Айдап, тігін шеберханалар да бар екен. Рахат. Тігін шеберханалар да бар екен. Мен бір қуантарлығы, мына біздің үш жерде сатып жатқан шеберханалардың көбісі өзіміздің отандық жиһаздар дейді. Үш жерде шығарылады дейді. Осы жерде бір бөлек бір әлем екен, бұл жер бар ғой, я. Бұл жер бір бөлек әлемді. Шаш тараздары бар, өздерінің сұлулық салондары бар. Сондай не екен, жағдайларын жасап қойған өздерінің. Бір бөлек мемлекет сияқты да, бөлек әлем. Дұрыс қой, тігін цехтары бар ма? Цехтар бар, қандай жақсы. Дұрыс қой. Маникюрлары бар, маникюр жасайтын жерлеріне дейін бар екен. Қыздарға арналды. Балалармен сөйлесіп көрейік. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Ау? Жоқ, шаш емес, мына жиһаздар туралы сөйлесейін деген бо. Жиһазбен айналысасыңдар ма, жігіттер? Шаштармен. Жақсы. Мужской қаншада, мужской? 25. Мен шашымды алдырып тұрсам, бірақ. Шаштар аз біз. Мен шашымды алдырып тұрсам, сондықтан мен ештеңе айта алмаймын. Мына жақтың бәрінде не бар екен. Әйелдерге арналған. Мына жер. Мен қыздарға арналған не сияқты ғой? Этаж деп па? Қабат. Әйел адамдар өздеріне не жасатады? Жиһаздар, неше түрлі жиһаздар бар екен. Күшті жиһаздар бар екен. Жиһаз демекші, менің өзімнің қазіргі жұмысымнан басқа істеп отқан жұмыстарым бар. Ол біз осындай жиһаздар жасайтын станоктар, яғни машиналармен жұмыс жасаймыз. Сондықтан осы видеомды пайдаланып отырып, өзімнің де жарнамамды жасай кетейін. Өзіміздің де станок машиналарымыз бар. Осында жиһаз жасайтын номерларым бәрі астында бар. Хабарлассаңыздар болады. Неше түрлі осындай нелер бар екен. Жиһаздар бар екен. Ал мінекей бір шарлап шықтық. Артем деген базардан одан бері өзім жүріп көріп қайтсам ба деп ойлағам. Соны көрдім. Құдайға шүкір. Жақсы жерлер екен. Мен риза болдым. Жақсы болған екен. Эскалатормен қандай рахат.
түсінетін жерлерін жақсы жасалған негізінде. Құдайға шүкір, өзіміздің елімізде жақсы жерлеріміз бар. Тағы да не айтуға болады? Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Астына жазып отырыңыздар пікірлеріңізді. Өкінмен пікірлеріңізді аямаңыздар. Жақсы, көріскенше күн жақсы.